Құрметті көрермендер, бүгін сіздерге Kahoot программасын қалай жасауды көрсетемін. Бірінші Kahootқа регистрация жасап алу керек. Ол үшін бірінші Google'ге, Яндекске, Google Chrome'ға бәріне ағылшын тілінде Kahoot.com деп жазсаңыздар, өзі портал ашылады. Сосын осы порталға кіресіздер. Кірескеннен кейін логин дегенді бассаңыздар, сіздерге арғарай кіруге болады. Логиннен кейін мына жерде менікі дайыны тұр, ал сіздер регистрация жасайсыздар. Регистрация жасау барысында міне төмен жақта тұрған Google арқылы, Microsoft арқылы, Apple арқылы осының бірнеше регистрация жасау түрі қарастырылған. Енді арғарай осыны басып регистрация жасай берулеріңіз керек болады. Енді қазір мен регистрация жасалғаннан кейін енді арғарай маған қажеті жоқ. Сіздер осылай регистрация жасап аласыздар. Сонан кейін барып оны сақтап қоясыздар. Әдетте e-mail менен осы e-mailдің несін алып көрсеңіздер де болады. Так, енді арғарай кірдік. Сіздің Kahootқа кіретін логиніңіз бен паролыңыз дайын, сол арқылы Kahootқа кірдік делік. Енді арғарай кіргеннен кейін бізге Kahoot тегін және платный платформаларын көрсетеді. Біз көбінде тегінді, фриді басамыз көбінде. Тегін платформаны пайдаланамыз. Мінекей ашылды. Негізгі Home деген ұяшығы ашылды. Енді осыдан сіздің өзіңіздің My Kahoot дегеніңіз өзіңіздің дайындаған заттарыңыз осы жерде тұрады. Немесе сіз либрариға кітапханаға кіріп, кез келген пән бойынша тауып алуыңызға да болады. Дайынды тауып алуыңызға болады. Мысалы, галогендер деп қойын. Осылар арқылы ақырындап галогендерге тақырыпқа байланысты есептер уже шығып тұр. Міне осындай. Немесе басқа жақтанларды табуға болады. Енді жарайды, оны кеттік. Енді біз қалай тест құраймыз? Басты маңызы осы. Оған бізде мынасы Create дегенге кіреміз. Соңғы көк түске. Осыған кіріп, Kahoot-тың жаңа формасына нені басамыз? Сонан кейін New Kahoot дегенді басамыз. Жаңа Kahoot. Мыналардың қалғандарының бәрі платный болып кетеді бізге. Мынаны ақылы. Енді Kahoot-тың мына терезесі ашылғаннан кейін сіздерде мынандай екі выбор болады. Біріншісі, дұрыс бұрыс па, жоқ 4 жауабын талдау ма? Соны анықтап алуыңыз керек. Енді бірінші тест сұрағын тауып үшін Add Questions-ті басасыз. Сол арқылы екіншіге, үшіншіге өтіп кете бересіз. Әзір бізде бірінші терезе ашылып тұр. Мына жерге мысалы біз жай қарапайым бір қосу 2 тең деп қойдық. Енді мына жерге 0, мына жерге 1, мына жерге 2, мына жерге 3 деп қойдық. Көрдіңіздер ме? Ал мына жерден суреттерді алып қосуларыңызға да болады. Мына жерден суреттерді алып қосуларыңызға болады. Ол енді кейбір суреттер платный тағы да сондай бірдеңкелерді сұрап кетеді. Енді біз кез келген бір нені қоса салдық. Жерге сол сурет келеді деген сөз қазір. Енді жоқ, маған мынандай тұру ұнамайды, басқалай десеңіздер де, мына жерде quiz-ден бөлек мына true or false бар. Осы екеуі бізге тегін. False бенен не құрастырсаңыздар да болады. Мысалы, мына жерге 3-ті қойдым. Ол бізде дұрыс па, бұрыс па. Мысалы, дұрыс белгісін қойдыңыз, мына жерге галочка қойдыңыз, сонан кейін таймға қойдыңыз, 20 секунд па, 10 секунд па, 5 секунд па, осыған қойдыңыз. Сөйтіп екінші сұраққа кеттік. Біз бағана бірінші сұрақты true, false бен анықтадық, екіншісін quiz бенен анықтайық. Мінекей. Бағанағындай тоже мінекей 3 тең деп қойайық. Мына жерге
1 деп қояйық, мына жерге 2 деп қояйық, мына жерге 4 деп қояйық, мына жерге 5 деп қояйық. Енді міндетті түрде мына жерден дұрыс сұрақты сіз белгілеп қоясыз. Мына жерден уақытын белгілейсіз. Кейбір кезде мысалы автоматты 20 секунд болып белгіленіп тұрады. Сізге қиын, оңай бұл десеңіз, былай өзгертіп қоясыз. Мінекей. Осылайша үшінші сұрақты ары қарай кете берейік. Үшінші сұрақ true false пен анықтайық. Мысалы 1 қосу 0 тең болады деп қояйық. Мына жерге 0 деп қояйық. Ал мына жерде біз бұлымыз қате, сондықтан мына жерге false-ты қойдық. Төртінші сұраққа кеттік. Тағы көзбен жасап көрейік. Так, мына жерде мысалы 2 қосу 2 деп қояйық. Так, 4 деп қояйық. Жоқ, бұл бізде 4 сұрақ өздері табу керек қой. Так, мына жерге біз 2 деп қояйық, мына жерге 4 деп қояйық, мына жерге 6 деп қояйық, мына жерге 8 деп қояйық. Енді дұрыс жауабы бізде 6, сондықтан жерге 6-ны көрсетеміз. Мына жерден таймерді тоже көреміз. Енді сіз болғаннан кейін, жарайды, сіз суретті де қойдыңыз. Суретті де бір қызығырақ әдемі суреттерді қояйық. Мына жерге қойып қояйық. Жұлдызшалар бірінші көбінде осы тегін кетеді, екіншілердің бәрігі платный кетеді. Так, суреттердің көп платный, сондықтан оған көп тиісе бермеңіздер. Немесе компьютердің ішіндегі сурет болса, оны тегін қоюға болады. Енді сейвті басасыз. Сейвті басып, бірінші жердегі тақырып қоясыз. Математикалық сауаттылық дей салайық. Мына жерге осыны копиялап, тоже қоя салыңызға болады. Мінекей. Өзіңізге енді ары қарай жалғастыру, континуды басасыз, уже дайын. Енді сіздің өзіңіздің тестіңізді тексеріп көрсеңіз де болады. Мінекей. Басасыз, старт дегенді басқаннан кейін әрбір сіздің орындаған тапсырмаңызға Kahoot автоматически парол қойып береді. Сол паролды сіздер балаларыңызға көрсетесіздер. Олар Kahoot It дегенге кіреді, немесе Kahoot Play дегенге кіреді. Сіздің берген неңізді, мына жерде классикалық түрін талдаймыз. Және сол паролды енгізіп, бірінші паролды енгізеді, екінші аты жөнін енгізіп, кіріп ойнай бастайды деген сөз. Мінекей, сіз уже көрдіңіз, мынандай парол шықты, сіздің Kahoot сұрағын сіз дұрыс құрастырдыңыз деген сөз. Енді Homeға кірсеңіз, мына жерде тұрады мінекей. Міне осылайша сіздің жасаған жұмыстарыңыздың бәрі тұрады. Мысалы, менде Kahoot-тан примерно бір 28-29 дайын тұр екен. Міне осылайша сіз ең бастысы сіздің логин паролыңызды ұмытпауыңыз керек. Ұмытпау үшін айына 1-2 рет осы Kahoot-тан сұрақтарды дайындап балаларға көрсету білсеңіз, сіздің балаларыңыздың жұмыс істеу қабілеті, қызығушылығы сол пәнге деген артады деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет.